Баршаңызға қайырлы күн. Менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін мен сіздермен осындай медовый бисквиттен жасалынатын өте дәмді торт жасайтын боламыз. Бұл торт ауызда ериді. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Видеоның соңына дейін қарап каналға жазылуды ұмытпаймыз. Мұнда маған керек заттар ұн, қант, бал, жұмыртқа және ас содасы. Барлығының құрамын описаниеге жазып өтетін боламын. Енді шұңғыр ыдысымызға балды салып, үстінен ас содасын салатын боламыз. Енді осы екі массаны орташа отқа қойып араластырамыз. Бізде бал ериді және де ішіндегі ас содамыз өзінің реакциясын беріп, осылай 2 есеге дейін көтеріліп ұлғаятын болады. Мұны отта тұрған осы массаны жақсылап араластыра отырамыз. Мұны бізде осындай карамельный түс береді. Карамельный түс берген кезде отымыздың астын өшіріп, ыдысымызды шетке қоямыз. Енді жақсылап араластыра отырып, осы массаны бөлме температурасына дейін жеткізіп аламыз. Келесі мұнда жұмыртқа мен қантты миксерлейтін боламыз. Тоқтатпай миксерлейміз. Біздің жұмыртқалы массамыз 3 есеге дейін ұлғаю керек. Миксердің ең жоғарғы оборотында миксерлеңіздер. Мұны менде масса ұлғайып жатыр. Массаның дайындығын венчиктен аққан ізіміз өзінің ізін 3 секундқа дейін сақтап тұру керек. Сол кезде масса дайын болды деген сөз. Енді балды массаны үстіне жылдамдатып құйып жібереміз. Және тағы да миксермен бір келкі болғанша араластырып аламыз. Мұны бізде өте әдемі карамельный масса шығып жатыр. Енді үстіне құрғақ заттарымызды салатын боламыз. Ең алдымен ұнды електен өткізіп алыңыздар, ары қарай 2 бөліп саламыз. Сосын дәл видеодағыдай лопатаның көмегімен астынан жоғары қарай араластыра отырып, массаны біріктіретін боламыз бір-біріне. Міндетті түрде астыдан жоғары қарай араластырыңыздар. Сол кезде массаларыңыз құлап қалмайды. Енді осы массаны алдын ала дайындаған осылай ыдысымызға құйып, менде 26 диаметр, сіздер 22 немесе 20 диаметрге құйсаңыздар болады. Алдын ала қызып тұрған 180 градусқа қойып, 25 минут көлемінде пісіріп алатын боламыз. Міндетті түрде ағаш таяқшамен тексеріп көріңіздер, таяқшаларыңыз құрғақ болып шығу керек. Мұны формадан шешіп, бисквитімізді 2 сағат көлемінде бөлме температурасында суытып аламыз. Мұнда енді крем дайындаймын. Крем үшін маған осындай сметана, вареная сгущенка және де қант керек болады. Сметана мен 20%. Қант салмасаңыздар да болады. Қант салсаңыздар өте тәттірек болып кетеді. Енді барлығын миксердің жоғары жылдамдығында бір келкі болғанша миксерлеп аламыз. Мұны менде крем дайын болды. Негізі кез келген крем қолдансаңыздар бола береді. Заварной немесе крем чиз деген сияқты. Мұны ары қарай өткір пышақтың көмегімен бисквитті дәл ортасынан бөліп алдым. Енді бірінші бисквитті қойып, үстіне разъемный форма кигізіп, пропитка құйып шықтым. Разъемный форма кигізбесеңіздер де болады, бірақ та кигізсеңіздер торттарыңыз дүп-түзу болып шығады. Енді бетіне крем салып, осындай қасықтың көмегімен барлық жеріне жеткізіп жағып шығамыз. Мұны екінші коржды салып, дәл солай жасап шығамын. Пропитка құймасаңыздар да болады сіздер, бірақ пропиткамен торттарыңыз жұмсақ және де дәмдірек болып шығады. Енді ол өз қалауларыңызда. Менде мұнда 2 слойлы ғана торт болып шықты. Егер сіздерге биік торт керек болатын болса, ол кезде 2 бисквит пісіресіздер. Сонда сіздерде биік торт шығатын болады. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Өте дәмді және де отбасындағы жандардың барлығына ұнайтын болады. Мұны ары қарай кремді кішкене лопатаның көмегімен немесе спатуланың көмегімен түзелеп шығамыз. Ары қарай өздеріңіздің қалауларыңызша тортты безендіресіздер. Мен мұнда узор салып, осындай миндальный лепестоктарды салып шықтым.
мұны достар міндетті түрде жасап көріңіздер, өте дәмді болып шығады. Менің балаларым бір шайдың өзінде жеп қойды. Сондықтан жасап көріңіздер, сіздерге де ұнайды деген ойдамын. Міндетті түрде каналға жазылуды ұмытпаңыздар. Назарларыңызға рахмет.